Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, қалайсыздар, денсаулықтарыңыз қалай? Достар, бүгінгі тақырып өте қызықты, өте пайдалы. 2026 жыл 1 қаңтардан бастап таксистер ипмен жұмыс істеуін доғаруы мүмкін. Ол Құдай қаласа 90%-ды нақты ақпарат болып тұр қазір. ипмен жұмыс істеп жүргендер енді ипны жабуы мүмкін. Енді әзірге жаппай қойыңыздар. Олар осы уақытқа дейін олар барлығын істеп көріп жатыр. Оны да істеп көру керек, және істеп көреді де деп ойлаймын да өзім. Но соның өзінде асықпау керек. Енді жабамыз екен деп қазір барлықтарыңыз жауып тастап жүрмеңіздер. Енді мен айтайын дегенім, таксистер 26 жылдан бастап ипсын жабады, және сол жеке тұлға сияқты жұмыс істей береді. Бұрын ипмен жұмыс істетті ғой. Не үшін олай жасатты? Егер ипны жапсақ, таксистерге не пайда, қандай жақсы болады? Енді мемлекетке қандай пайдасы бар деп тұр да. Енді мемлекет бізді 2023 жыл таксистер ипі ашсын болды деп Яндекспен екеуі келісіп жүргізушілерге ипі аштырды ғой. Соны енді оны жаптырса мемлекетке не пайда? Негізі Яндекс айтуы бойынша Қазақстанда 300 мың жүргізуші такси саласында жұмыс істейді. Енді соның 100-150 мыңы кәдімгі таксистер, негізгі жұмысы такси, қалған 150 мыңы өзім ойлаймын нелер. Негізгі жұмысы бар, арасында такси жұмысында істейді. Солардың 300 мыңы тіркелген адамнан 100 мыңы ипі ашқан. Енді 100 мыңыны қараңыздар. Басында өзіміз 1% төледік, сосын анау пенсионы дегенді өзіміз төледік, сосын 10 алып тастады да 4%-ды кәдімгідей барлығына бөлеміз 1%-дан деді. Оған да көндік, бәрібір сол 4% кетіп жатыр ғой деп. Енді сол 4%-ды 100 мың ғана адам төлеп жатыр еді. Енді ипыны жаптырады, қалған 300 мың барлығына 4%-ды қосады. Ипыны жауып тастасақ 4% төлемейміз деп ойлап қалмаңыздар. Ипы жабылады, бірақ кәдімгідей осы 4% қалады мемлекетке төлеп жатқан. Осы 100 мың адамда да тіркелген 100 мың адам, тіркелмеген 200 мың адамға да 4% қосылады. Сонда Яндекстің пайызы 18-ден 22-ге жоғарылайды. Оны алады да Яндекс өзі тапсырады. Оған да өз ойым, отчет тапсырамыз, бірақ осы ипі сияқты күрделі болмайды. Себебі білесіздер, ипі ашқан кезімізде бізге айтты: ой, сендер ешқайда бармайсыңдар, ешкім сендерді мазаламайды, смело аша беріңдер деді. Ашқаннан кейін налоговый бергел, отчет тапсыр, ипі ашып алыпсың. Статистика дохода бергел, отчет тапсыр, ипі ашыпсың. Сосын 1 теңге төленбей қалса, шоттарын жауып, ақшалары түспей қалып, уақытылы қол қоймаса, сондай бытшысы шығып жатыр еді. Енді олар осыны алып тастап, бір ғана не жасайды, өз ойымда бір қол қоятындай өздері оны да ойлап табады, бірақ қалған 300 мың барлық водительге 4%-ды қосады. Енді көрдіңіздер ғой, 100 мың адам 4% төлеп жатыр да, енді оны өшіретті, 300 мың адамға 4% төлетеді, бірақ ипыны жабады. Бізге не пайда? Енді бізге бір жағы ипы жағынан ешқайда жүгірмейміз, бағанағы отчет дегендерге бармаймыз. Екіншісі, анау қолды көп қоятын едік қой, білесіздер ме? Тікелей ипыда жұмыс істегендер өздері кіріп қояды, оған сообщение келеді. Ал мен сияқты парковый ипыда істегендерге өзінің паркі хабарласып, үйретіп не істейді. Енді біздің парк сондай. Тарлан паркта өздері басында видеозвонок жасап отырды. Мен тапсыра алмаймын деген кезде 2-3 ай солай істеп отырды, одан кейін үйреніп кеттік.
егер бір қателік болатын болса, таксопарк сол кезде шығады да сізге бүгін дұрыс тапсырылған жоқ, қайтадан тапсырыңыз, былай тапсырыңыз, енді тапсырылды, енді ақшаны кедергісіз ала бересіз деген хабарламалар айтып отырады, көмектесіп отырады. Мен сол үшін парк VIP-ға өтіп кеткем. Парк VIP-да ақшаны да бүгін істегеніңізді бүгін аласыз, бағанағы көмектеседі. Ал неде? IP-да бүгін істегеніңіз ертең ары күні түседі. Дұрыс тапсыра алмай қалса бітті, сосын 2-3 ай ақша ала алмай қаласыз. Маған қаншама адамдар неге шықты, осы жерге де қоям, мен ақшамды ала алмай жатырмын деп 3-4 адам маған айтып қойды да, бүгінге дейін. Солар білмеймін қалай. Енді өз ойым, олар қалай алады. 3-4 ай уақытылы дұрыс тапсырып жүру керек та, содан кейін олардікі жолға түсіп кетеді да, қайтадан дұрысталады. Енді бірінші 2026 жылдың 1 қаңтарына дейін мынау IP-да жүргендер солай жүре береді, IP-сіз жүргендер ашпай ақ қойсаңыздар болады. Жоқ, енді мен ашам, маған мүлде заказ бермей қойды, маған қиын болып кетті, жоқ, мен ашуым керек бәрібір, ол болатын нәрсе ме, болмайтын нәрсе ме дейтін адамдар болса, Тарлан паркке тіркелсеңіздер, өздері ашып береді және өздері үйретіп отырады. Мен сияқты Тарлан паркке тіркелсеңіздер болады. Оларда тағы жаңадан тіркелгендерге 10 мыңға дейін бонусы бар, апта сайынғы 2000 теңге бонусы бар, тағы досыңызды шақырсаңыз бонус бар. Ақшасын 24/7 без комиссия, пайызсыз ақша шешіп алсаңыздар болады. Осындай ақпарат болып тұр. Осы Тарлан парк жайлы тағы бір жаңалық болайын деп жатыр. Осы қол қою, біз нелерге кіреміз ғой, Еговқа кіреміз, сосын тағы бір сайттарға кіріп қол қоямыз ғой. Енді соны Тарлан парк ақша шешетін программасына орнатайын деп жатыр. Сол бір программада әрі ақша шешесіз, сол программада әрі қол қоясыз нелерге, IP болып тіркелсеңіздер. Сол Тарлан парктың сондай бір жаңалығы шығайын деп тұр. Мен бүгін жұмысқа шыққам, сағат нешеде шықтым, бірінші тапсырысты нешеде алдым? 6:35-те алған бірінші тапсырысымды, қазір 8 тапсырыс 13.500 теңгедей болып тұр, 13.460. Мінеге енді қайтадан Юго-Востокқа келдік. Қостық, линияға шықтық, сұраныс бар, коэффициент бар. Енді осы левыйға тастадым да, негізі вокзал жақта жүргем. Сол вокзал жақтан левыйға тастап, левыйдан Юго-Востокқа қайта келдім, коэффициентпен алу керек. Одан кейін тағы 1-2 тапсырыс орындасақ, біз кетеміз. Себебі бір машинамның бензобагы бар ғой, бензин құятын бак. Сол тесіліп қалыпты, ағып жатыр. Ол өте апасына біреу темекі тартып лақтыра салса, ол жанып кету, жарылып кетуі мүмкін. Сол үшін қазір таңға частниктен кейін сол жұмысқа барамыз. Менде бонус алған, мына брендинг бар ғой, Яндекс жабыстырған. Соған 44 тапсырысым қалды, бүгін ертең. Соны үлгеруге тырысу керек, қатты тырысу керек. Қазір машинаны апарып тастайтын болсам, ертең ары күні істете берем. Ал бүгін ертең не істеу керек? Бонусты алу керек. 12.540 тапсырыс орындағам, соны да істей алмай жатырмын. Коэффициент жанып тұр, заказ бермей жатыр. Мейлі беретін шығар, сабыр етеміз. Кеше түнгі 2-ге дейін футбол ойнап келгем, Қосшыдан. Аяқ асты футбол шығып қалды да, содан кейін. Негізі әр сенбі ойнаймыз ғой. Содан кешеде бір ойнап жіберек дегеннен кейін барып қайтамыз. Кеш келдім да, Қосшыдан. Бүгін таңертең ерте тұрып, душ-пуш шыққанға дейін 6:30 болды. Ұйқы қанбады. Ұйқыны да реттеу керек. Не деген әдемі машина. Осылай достар.
сіздер өздеріңіз не ойлайсыздар? Негізі жүргізушілерге ИП ашылғаны дұрыс па, дұрыс емес па? Енді кезінде біраз нәрсе айтты ғой, өзгерістер болып жатыр. Бүгінге дейін тестті түрде істеп жатыр деп айтсақ болады. Олар көрді, барлық адамға аштыра алмайды ИП-ны. Ашсам аштым, ашпасам бәрібір негізге жұмысым бар ғой деген сияқты адамдар жүрді. Сол үшін олар енді басқа жолын ойлап тауып, Яндекс тікелей мемлекетке төлейтіндей, отчеттарын өздері тапсыратындай солай жасап жатыр. Негізі таксисті солай әуре жасамау керек еді. Басынан алса алсын, сол төлесек төлейік, нелерін, салықтарын, тағы нелері бар. 4% алады ғой, 1-2 нәрсеге. Соларды төлейік, бірақ бізді ан жерге келіп отчет тапсыр, мын жерге келіп не істе, сен бизнесменсің, сен таксист емессің демей дұрыстау керек еді. Енді мейлі, ештен көрі кеш жақсы, кеш болса да осылай жасап жатыр. Ал барлықтарыңызға рахмет, күннен қатты түсіп тұр. Барлықтарыңызға рахмет, сау аман болыңыздар, өз ойларыңызды міндетті түрде жазып қалдырыңыздар. Ақшасын шеше алмай жатқан адамдар не істеп жатсыздар? Жазып кетсеңіздер, басқа адамдар көрсе, бәлкім оларға да пайдасы тиіп қалатын шығар. Коэффициент жанып тұр, заказ бермей жатыр. Ал рахмет, барлықтарыңызға сау аман болыңыздар.